Украина мен Ресейді бітістірем деп арағайыншылық жасап жүрген ақштың өзі Иранмен келіссөз өткізуде. Талапкер ретінде. Талабы сол ядролық бағдарламадан мүлде бас тарту. Зымыран өндірісін тоқтату, көлеңкелі мұнай тасымалы, сондай-ақ ел ішінде азаматтарға қарсы репрессивті әрекеттерді доғару. Әйтпесе әңгір таяқ ойнатамыз деп әскери теңіз күштерінің бір бөлігін парс шығанағына кеп тіреп қойғалда біраз уақыт болды. Авраам Линкольн атындағы авиа тасымалдаушы атом кемесі пәрмен берілсе, қазірақ Парсы елінің әскери нысандарының көлін көкке ұшыра алады. Бірақ қарсы тарапта қарап қалмайтынын ескерткен болатын. Яғни таяу шығыс тағы бір алапат қақтығыстың қарсаңында тұр. Әзірге. Себебі Оман мемлекетінде Вашингтон мен Тегеран өкілдері келіссөздер өткізді. Жанама форматта. Яғни тараптар бір үстелдің басына жиналған жоқ. Оманның сыртқы істер министрі Бадр Әл-Бусаиди арағайын болып ортада қағазбен сөз тасып жүрді. Маскат келіссөздерінде Тегеранның сөзін Ислам Республикасының сыртқы істер министрі Аббас Аракчи ұстап келсе, Вашингтон тарапынан Стивен Уитков бастап келді. Айтпақшы, Маскатта ақш әскери теңіз күштері орталық қолбасшылығының бастығы адмирал Брэд Купер шыттай болып әскери киімін киіп барған. Бұны Иран делегаттарына Араб теңізінде Американың теңіз армадасы тұрған еске салып қою үшін жасалған ишара деп топшылауымызға болады. Иран тарапы әуелден ядролық бағдарлама жөнінде ғана келіссөз жүргізетінін ескертті. Тиісінше елге салынған батыс санкцияларын шешуде әңгімеге арқау. Ал Вашингтон бірнеше бағыт бойынша талап қойып отыр. Ол ядролық бағдарлама, зымыран өндірісі және таяу шығыстағы Иран қаржыландырып отырған Хезболла, Хамас, Йемен хуситтері сынды прокси күштердің мәселесі. Сарапшыларда, ресми тұлғаларда келіссөздерде конструктивті ізет ілтипаттан көрі ультиматум басым екенін алға тартып отыр. Дональд Трамп Иран режимі ядролық нысандарға жасалған жаздағы соққылардан кейін, оны елдің басқа өңірінде қайта қолға алғанын білетінін, жойқын соққы беруге дайын екенін мәлімдеуде. Келсейік, сөйлесейік деп күміл жүрген Иран көрінбейді, келсең кел деген риторика ұстануда. Егер Араб теңізінде шоғырланған америкалық флотилия атысты бастаса, таяу шығыстағы оның базаларына қарымта соққы болатынын қатаң ескертіп отыр Иран жағы. Келіссөздер әзірге нәтиже берген жоқ. Euronews телеарнасы хабарлағандай, ақштың мемлекеттік департаменті Иранның 15 ұйымы мен заңсыз мұнай тасымалында жүрген 14 кемесіне санкция салғанын мәлімдеді.